만개교 шаринга. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Бесқой. Бұл видеода біз 35-та 22-ші деп шығатын боламыз. Бұл видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Обязательно подписка істеңдер. 35-та 22-ші деп 35-те 22-ші есеп. Бұл жерде біз бізге теңсіздіктің шешімі болатын елген бүтін санды табыңдар деп жазылып тұр. Мен қазір берілгенін жазып алайын. 3 азайтылған x 9 қосылған 3x қосылған x-тің квадраты азайтылған 2x қосылған x-тің кубы үлкен емес тең 7x қосылған 7-ге. Бұл жерде біз бұны ең біріншісі ықшамдауымыз керек. Мынау формула білетіндеріңіздей а куб қосыл а куб азайту б куб деген формулаға сәйкес келеді. Соған қарап ықшамдаймыз. Кеттік. Бұл жерде а қосу б деген формула бойынша мынау бізде мына жерде а квадрат деп тұрады. Значит, уже сразу белгілі. Бұл жерде бізде 3-тің кубы минус плюс болады. Значит, минус болады. Және x-тің кубы болады. Азайтқан осы жақшаны ықшамдап алдық. Бірден өздеріңіз түсінесіздер деген ойдамын. Мектепте сіздерге үйретті деген ойдамын. Осындай есептер көп әлі. Жақсы. Бүйтіп ұзақ түсіндіріп жатпайын. Мұғалімнен сұрап аласыздар. Біз осы есепті талқылап бірге шығара берейік. Міне осылай ықшамдап алдық. Енді мына таңбалар теріс болған соң мыналарды қысқартып тастаймыз. Енді 3-тің кубы ол бізде білетіндеріңіздей 3-ті 3-ке өткен 9, 9-ті 3-ке өткен 27 азайтылған 2x үлкен емес тең 7x қосылған 7-ге. Енді x-терді бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. Мына 7x мына жаққа минус болып келеді, сонда минус 9x үлкен емес тең мынау минус мына жаққа плюс минус болып барады. Сол кезде минус 20 болады. Енді мына минус таңба мынаған бөлінгенде ереже бойынша мына теңсіздік белгісі керісінше ол алмасады. Теріс санды теріс санға бөлгенде мына белгі ауысады. Оны біз 6-шы сыныптарда өттік. X үлкен емес x кіші немес тең. Бұл бізде бүтін сан болмайды. Ол бізде 2 бүтін 9-дан 18 2 бүтін 9-дан 2 болады. Бұл бізде осындай жауап шығады. Енді осыны координаталық жүйеде белгілесек, ол бізде координаталық сонда мынау примерно осы жерде тұрса, мынау кіші немесе тең болып тұрса, осындай нүкте қоясыңдар. В общем, ал егер мына сызық болмаса, астында просто бүйткен нүкте қоясыңдар. Міне бүйткен. Ал бізде осындай тең немесе кіші деп тұр. Значит, осындай точка қоясыңдар. Жерде 2 бүтін 9-дан 2-міз болсын. Сонда осыған дейін бла-бла-бла келеді. Осы жерге тоқтап қалады. Сонда x-іміз тиісті минус шексіздіктен 2 бүтін 9-дан 2-ге дейін. Ал біз келесі есепке көше береміз. Кеттік. Жазып алыңыздар. Біз 35-та 22-нен екіншісіне көшеміз. Кеттік. 35-та 22-нің екінші есебі берілген жазылайын. X минус 7 x-ні 2 дәрежесі қосылған 7x қосылған 49 жақшаның ішінде кіші минус 4x қосылған x-тің кубы қосылған 17-тен. Енді біз қайттан ықшамдауымыз керек. Минус плюс болып тұр. Значит, формула бойынша а минус б деген формулаға саламыз. Сонда x-тің кубы минус аяқта көріп тұрғанымыздай формула бойынша мына соңғы жағында b-ның квадраты деп тұрады. Значит, 49-ның квадрат білетіндеріңіз 7. Значит, мен жерде 7-ның кубы деген сан болады. Ықшамдаған кезде осы шығады. Бәрібірде былай бір-біріне көйіп шық. Соңында ықшамдаған кезде осы сан шығады. Кіші
кіші минус 4х қосылған x'тің 3 дәрежесі қосылған 17-тен. Енді x'терді бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. Сонда x'тің кубы азайтылған, мынау x'тің кубы мына жаққа азайтылып келеді. x'тің кубы кіші минус 4х қосылған 17, минус мына жаққа плюс болып барады. Плюс так 7-нің 3 дәрежесі болсын. Так, осылай болсын. Ал мен мынаны қысқартып жібереміз. Енді мына минус 4х мына жаққа 4х болып барады. Кіші так 7-нің кубы ол бізде 7-нің кубы 49. 49 7-ге өткенде 343 болады екен. 343 қосылған 17 болады. 4x'іміз кіші так 50-60 360, x'іміз кіші 90-нан болады екен. Осындай жауап шығады екен. Достар, ал біз так ол координаталық так былай болады. Кіші 90-нан дейді. Так. Бұл жерде онда 90 так 90 x'тен үлкен болып тұр да, сонда 90-ға дейін болады. Былай x'іміз тиісті минус шексіздіктен 90-ға дейін деуге болады. Осылай. Ол кәдімгі жақшалар. Ал біз үшінші есепке кірісеміз. Кеттік. Үшіншісі так 7х минус x'тің кубы кіші 27х азайтылған x қосылған 8 жақшы жабылған x-тің квадраты минус 8х қосылған 64. Так, енді ықшамдауымыз керек. Так, мына формулаға қоямыз. Плюс минус болу керек. Сонда а плюс б, так, 7х минус x'тің кубы 27х минус дейміз да, мына формулаға саламыз. Так, сонда x'тің кубы болады. Мынаның өткен x'тің кубы, сосын мына формулада так 64 болып тұр да. Значит, так қосылған x'тің 3 дәрежесі болады. Жақсы. Енді мына минус x'тің 3 дәрежесін мына жаққа плюс болып апарамыз. Сонда минус x'тің 3 дәрежесі қосылған x'тің 3 дәрежесі үлкен 27х азайтылған 7х қосылған 8-дің 3 дәрежесінен. Сонда мынау қысқарады. Енді мына екеуі 20х болады. Так, минус 20х болып мына жаққа кетіп қалады. Минус 20х сонда үлкен так 8-дің 3 дәрежесі бізде қанша? Так, 8 көбейтілген 64 еще 8-ге өткенде так 512. Так, 512. Енді 512 x так мына жаққа бөлгенде так 512 так 20 бөлгенде қанша болады екен? 25,6 болады, короче, балдар. Осылай болады екен. Минус болады. Минус 25,6. Ол бізде сонда координаталық кестеде әуе сызықта түзуде белгілесек, сонда мына жерде минус 25,6. X одан үлкен, значит үлкен болса былай оларды қозғалады. Сонда x'іміз тиісті так минус 25,6-тан плюс шексіздікке дейін. Осылай болады екен есебіміз жауабы. Ал біз төртінші есепке көшеміз. Кеттік. Төртінші есеп 16x жақшаның ішінде 32 x-тің квадраты қосылған 1 жақша жабылған үлкен кіші немесе тең минус 32 қосылған жақшаның ішінде 8
x минус 1-ге. Сосын 64 x-тің квадраты қосылған 8x қосылған 1-ге. Енді бұны біз қайттан ақшамдауымыз керек. Так. 16x-ті 32x-ге көбейткенде бұл бізге қанша болады? 16x көбейтілген 32-ге. Так, 512 болады екен. 512 x 3 дәрежесі. Так. Қосылған 16x. Ендеше, так, 32 қосылған, так, маяқта 8x-дің кубы, x-дің 8-дің кубы, x куб. Енді, так, маяқта супер дейді. Минус, плюс, так, минус 1. Маяқта плюс 1. Так. Енді бізде 512x 3 дәрежесі қосылған 16x қосылып 1 минус 32 қосылған, так, 8-дің кубы 512 деді құда маған. 512x куб болады минус 1. Так. Так, не істесек болады екен мен жерде. Міне, мынау минус болып кетеді. Минус 512x-ның кубы азайтылған 500. Мына жаққа барады. Сол кезде 512x-ның кубы болып барады. Содан кейін, так, минус 32 минус 16x. Бірлер кетіп қалады. Қысқарып кетеді. Мынау минус болып кетеді мына жаққа. Қысқарып кетеді. Так, мынау жоқ болып кетеді. Енді минус 16 мына жаққа 16x болып барады. Мына жаққа былай барамын. 6x немесе тең минус 32. X-мыз, так, кіші немесе тең минус 2-ге дейді. Енді осыны координаталық түсуде белгілесек, біздің минус 2-міз, так, бұл жерге белгілемеймін. Минус 2-міз тұрады. Сосын осыдан басталады, бұлай барады. X-міз тиісті, так, фигурный жақшы саламыз. Минус 2-ден плюс шексіздікке дейін болады. Осы біздің 35-22 есептің жауабы. Ал біз жалғастырамыз. 23 есеп жалғастырамыз. 35-23 есептің бірінші теңсіздіктің шешімі болатын ең кіші бүтін санды табыңдар дейді. Так, бұл жерде біз 35-23. Онда берілген жазып алайық. Так, x қосылған 9-дің квадраты азайтылған x-тің квадраты кіші 15x азайтылған 79-дан. Бұл жерден істейміз. Формула бойынша ашып аламыз. X-тің квадраты қосылған 2 еселенген x көбейтілген 9 қосылған 81 болады. Так, бұның квадраты 81 болады. Азайтылған x-тің квадраты кіші 15x азайтылған 79-дан. Енді мұн жерде мынау мен мынау қысқарып кетеді. Мұн жерде 18x қосылған 81 қалады. Кіші 15x азайтылған 79-дан. Енді x-терді бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. Сонда 18x азайтылған 15x. 15x мына жаққа минус болып барады. Кіші минус 79 минус 81. Мына жақта, так, мына жақта 3x кіші минус, так, 150, 160. Так,
150 160. Енді соны 3-ке бөлеміз. Так, x кіші минус 53 бүтін, так, 150, так, 159, так, 3-тен 150, 159, 3-тен 1 болады екен. Сонда x-іміз тең примерно минус 53-ке. Так, екінші есебі. Мына 35-23 есептің бірінші есебінің жауабы. Ал енді екінші есепке көшеміз, кеттік. Так, екінші есеп. Не дейді бұл жерде? Так, x-тің квадраты азайтылған, жақшаның ішінде 11 азайтылған x-тің квадраты дейді. Кіші, так, кіші x қосылған 19-дан. Так. Енді формула бойынша жақшаны ашамыз. X-тің квадраты минус. Так, алдында минус болса, бірінші жақша қыламыз. Жақшаның ішінде ашып аламыз, балдар. Потом только жақшаны, сосын минус таңбаларын өзгертіп ашамыз бірінші. Сосын таңбасын өзгертіп ашамыз. Дұрыс. Так, 11-дің квадраты ол бізде, так, 121, кажется. 11-дің квадраты 121. Так, азайтылған 2 еселенген 11 көбейтілген x. Сосын қосылған x-тің квадраты дейді. Кіші x қосылған 19-дан. Енді x-тің квадраты, мына жақшаны таңбаларын кезінде өзгертіп ашамыз. Минус 121 қосылған 22x азайтылған x-тің квадраты кіші x қосылған 19-дан. Енді номерді қысқарып кетеді, көріп тұрғандарыңыздай. Енді x-терді бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. Мына x минус болып барса, 21, мына x минус болып көреді, сонда 21x. Кіші 121 анайқа плюс болып барса, так, 130, 140 болады екен. 140. Енді 140-ты, так, x-іміз кіші, так, 140-ты 21-ге бөлгенде, 120, так, 126, 7 болса асып кетеді, так, 6 бүтін, так, 21-ден, так, 120, 126, 14 ба? 14 болады, Осы x-іміз сонда тең болады 6-ға, примерно осындай жауап шығады. Мынау екінші есептің жауабы. Енді үшінші есеп шығарамыз, кеттік. Үшінші есеп. Бұл жерде x азайтылған 8-дің кубы қосылған 24x-тің квадраты үлкен немесе тең x-тің кубы қосылған 64x-ке. Енді бұл жерден шығарамыз, формула бойынша жақшаны ашамыз. x-тің кубы, так, азайтылған 3 еселенген, так, x-тің квадраты, формула бойынша a-ның квадраты b болады. Сосын көйтілген 8, қосылған формула бойынша наяқ минус болады. Бірінші 3 еселенген минус болады, екінші 3 еселенген уже плюс болады. Формула бойынша 3 еселенген, так, просто x болады, көйтілген, так, уже 8-дің квадраты болады. Ол бізде 64. Так, плюс 24x-тің квадраты кіші, үлкен немесе тең x-тің кубы қосылған 64x-ке. Енді ықшамдайық, шамалы x-тің кубы азайтылған, так, 24x квадрат, 24x квадрат қосылған, так, 180, 12, 192, 192x қосылған 24x-тің квадраты. Балалар, каналға тіркеліп лайк басып кетіңдерші, маған поддержка керек. Заранее рахмет барлығыңа. От души лайк басып, каналға подписка жасап кетіңдерші. Ертең өздерін күшті қылып бей саласыңдар, мампаң алдарында бей салып тұрасыңдар, күшті мақтайды апай сендерді. Күнделік кезеттен көрсетесіңдер, бей салдым деп, ертең өздеріңе жақсы болады. Сол үшін маған лайк басып, коммент жазып, канал подписка жасап, давай. Поддержка істеп кетіңдерші балдар, маған поддержка керек болып жатыр. Ертең өздеріңе жақсы болады. Мен уақытында ютубқа видеолар салып тұрам. Так, ладно, жалғастыра берейік. В общем, түсіндіңіздер деп ойлаймын. Так, 180, 12, 192x
Аха. Қосылған 24 кіші немесе тең x-ның кубы қосылған 64 x-ке. Енді мынаумен мынау қысқарып кетеді, өйткені мына жақта минус, мына жақта плюс, таңбалары керісінше болып тұр. Жақсы. Так, жалғастыра берейік. Мынаумен мынау қысқарып кетеді. Енді мына x куб, мына жаққа минус x куб болады. Үлкен немесе тең, так, мына жақта 64x, мына x мына жаққа минус болып барады, сонда минус 192x болып барады. Сонда мынаумен мынау қысқарып кетеді. Так, сонда қалай сонда ол? Сан қалмады ғой вообще. Күлің x-тар, да, мына жақта? Онда ше достар, мынауымыз сонда қанша болады мына жақта? Минус так 130. Қанша болады? 192 азайтсан, так 64 азайтсан, 128 болады, да? Аха, 128 болады екен. Сонда мына жақта тым қалған жоқ. 128 минус 128. Сонда мынау былай болып барады, 128. 128 тең 0-ға, что ли? Иә, басқаша жауап шықпайды, осы дұрыс. Осы жерден тоқтата кетсеңіздер болады. Өйткені мына сан 0-ге ешқандай сан бөлінбейді. 4-ші есепті жалғастыра берейік. Бастап шығара берейік. 4-ші есеп. X-ның кубы азайтылған жақшаның ішінде 70 қосылған X-ның кубы. X, так, жақшаның сыртында куб бар. Аха. Енді минус 21 X-ның квадраты минус 490. Енді мына формула бойынша ашамыз. X-ның кубы азайтылған. Мына жақшаның алдында минус тұрса, бірінші жақшаның ішіне аша аламыз. Жақшаны ашпай тұрып, жақшаның ішінде ашып аламыз. Түсіндер ма? Біріншіде, так, микрофонды жүйейін. Формула бойынша, так, бізде А куб 7-ның кубы. Қосылған 3 еселенген 7-ның квадраты көбейтілген x. Қосылған 3 еселенген 7 көбейтілген x-ның квадраты қосылған x-ның кубы. X-ның кубы кіші немесе тең минус 21 x-ның квадратына минус 490-ға. Енді мына үшін ақшамдап алайық. X-ның кубы минус таңбаларын керісінше алып ашамыз. Так, 7-нің кубы ол бізде қанша? 49, 7-ге көбейтсек 343. Минус 343. Мына жақшаның таңбаларын өзгертіп ашамыз. Так, мына плюс уже минус болып кетеді. Минус 49-ды, так, 49-ды 3-ге көбейтсек 147 x болады. Қосылған, так, 21 x-ның квадраты қосылған x куб. Ой, жоқ, балдар. Так, таңбасын өзгертеді екенбіз ғой, так. Мына жақта минус болды. Так, минус. Мына жер минус болады тоже. Сосын мына жерде минус болады. Минус. О да минус. Так. Немесе тең. Минус 21 x-ның квадраты минус 490-ға. Так. Енді мынау қысқарады екен. Сосын минус 343 минус 147 x деп тұр. Сосын минус 21 x-ның квадраты. Мынау плюс болып кетеді. Плюс 21 x-ның квадраты
минус 490. Мына қысқарады сол кезде. Сосын минус 147 x қалады мына жақта. Мына плюс болып барады. Так, 490-нан 343 салсақ, 100, 130, 140, 147, да? 470, 157 даже, а жоқ 147, дұрыс. 80-90, 100, минус 147 қалады. Енді x-іміз сонда просто үлкен немесе тең, мынау бөлініп кетеді, сонда бірге. Жауабымыз осындай. X-іміз тең бірге. Бұл бізде 35-та 20-ші есептің 4-ші есебінің жауабы. Сіздермен бірге болған бесқой. Барлығыңызға рахмет, сау болыңдар. Аман сау болыңдар. Каналға лайк басыңдар, подписка жасаңдар. Маған қолдау көрсетіңдер. Бірге талқылаңдар достармен, достарыңа жіберіңдер осы видеоны. Би салыңдар сабақтардан, давай. Күшті бағалар тілеймін сіздерге. В общем, позитив барлықтарына күшті болсын барлығы, давайте.